Ассаламу достар, сіздермен Қытайдан сәлемдеме арнасы. Бүгін бізде автокөлікке арналған мынандай бір екі тал сары сәлемдеме. Бісміллә деп ашып көрейік. Мына бір сәлемдеме 622 теңге тұрады. Мынадай 11 тал кілт болу керек. Санап көрейік. 4, 6, 8, 10, 11 тал. Бұл кілт не үшін? Бұл енді үйде мынандай ғана сым таптым. Негізгі бұл кілттің мақсаты мына бір сымды шығарып алу үшін. Мына жерлер үзілген кезде шығарып басқа провод қыстыру үшін. Мынаға жұмыс істеген жоқ. Енді басқа сымдармен жұмыс істеп жатқан кезде бұны тағы да видеоға түсіріп тексеріп көретін боламыз. Келесі сәлемдемеде автокөлікке арналған сәлемдеме. Бұл сәлемдеме 1150 теңге тұрады. Басқа ештеңе жоқ. Мынадай бір құрылғы. Мынадай бір ішінде лампасы бар құрал, немесе құрылғы. Батарейкамен жұмыс істей ме, немен жұмыс істейтінін білмеймін бірақ. Бұның жұмысы свеча-проводқа мына бір ойық жері кіріп, свеча-провод істеп тұрса, мына жерден лампа жанады, істемей тұрса жанбайды. Осындай бір қалам ішіндегі құрал жұмысын тексеріп көретін боламыз. Неге достар, оталдырып қойған машинада тексеріп көреміз. Мінекей жанып өшіп тұр, істеп тұр. Мынау да істеп тұр. Мынау да істеп тұр. Мынау да істеп тұр. Енді жарықты өшіріп қосып көреміз. Мінекей. Мына біреуі әлсіздеу жанып тұр. Мынаумен салыстырғанда бірінші әлсіздеу жанып тұр. Машинаның қалдырап істеп тұрғанда содан болуы мүмкін. Бүгінге осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.